құрметті балалар, бүгінгі сыйында мақтан пен мысық деген ертегіні білесіңдер ғой? Мақтан пен мысық деген ертегіні білеміз ба? Аяғында мақтағы болып жатыр. Мақтан режимнің төлемені сауылатта мысығын шақырады. Мысық келмейді, қыз келмесең келме деп мейіз деп қояды. Жеп болған соң мысық келеді, неге шақырдың деп сұрайды. Мақтағы сен келмеген соң мейізді жеп қойдың дейді. Ендеше қатырыңда төлемін дейді мысық. Мақтағы құйрығыңды кесіп аламын деді. Мысық сөгіп жібереді. Мақтағы не істеді? Мысықтың жұлып алады. Мысық, ата, құйрығыңды берші деді. Мақтағы менің қатырымды төле деді. Мақтағы мысық сиырға барады. Мысық қатыр тауып келу үшін сиырға барады. Сиырға барып не дейді? Маған қатыр бер дейді сиырға. Сиыр не дейді? Сиырдан сүт алады. Сиырдан қатырын алып, мақтағызға беріп береді. Мақтағыз не береді мысыққа? Сөйтіп, мақтағыз бен мысық дос болыпты. Сөйтіп аралап өмір сүріпті, ұзақ өмір сүріпті. Бүгінгі мақтағыз бен мысық деген ертегім осымен аяқталды балалар. Келесі жолы басқа да ертегі оқып беремін сендерге. Жарай ма?